Енді қыздар, міне сіздерге көрсеткім келіп тұр. Детально прям 4 түрлі жолмен, 4 түрлі әдісте және 4 түрлі тәсілмен пісірген болатынмын сіздердің алдарыңызда. Енді мынау бізде мынандай ыңғайлы, уже ішінен глянцевый сторонасы бар, ішіне ешқандай да жаңағыдай ағып кетпейді, ешқайда жайылып кетпейді. Тек осы форманы алып духовканың противне қойып пісіргенде дәл осындай етіп әдемі болып шығады. Өте ыңғайлы. Мен көп жағдайда осыны тапсырыстардың барлығына осымен жасаймын. Ал егер сұраныс болып жатса, мынандай аққа жасап бер деген сұраныс болып жатса, міндетті түрде аламын. Мынау ақтың қалың түрі бар, ортасында астында фольгасы бар. Яғни мынау сияқты пісіреді. Ол ыңғайлы. Бірақ менде базарда ондай вариант болған жоқ. Сол себептен мен осындай ақ қағазды, жұқа ақ қағазды алдым, чтобы клиентке жасап беру мақсатында. Енді қараңыз, бұндай қағазды негізінде көп жағдайда мінекей қағазды мынандай ВМК-ның ішіне бүйтіп салып, осының ішіне салып пісіретін болады. Енді қараңыз, осы жерде айта кететін жағдай, қағазымыз ақ болғаннан кейін біріншіден түсі сарғаяды, екіншіден астының барлығына май жағылады. Егер соның барлығы сізге норма болатын болса, тогда смело пісіре берсеңіз болады. Ал егер әдемі болып, әппақ болып, таза болып тұрғанын қаласаңыз, онда сіз міндетті түрде басқа силиконовый формочкаға, яғни біздің духовкада пісіп жатқан формочкамызға салып, пісіріп, содан алып, мынаның ішіне бөлек-бөлек салсаңыздар әдемірек болады, яғни кірленбейді. Осының бетіне крем жағып, ары қарай сіз клиентке тапсыра беретін боласыз. Ал енді мынаның өзінің ішіне май жақтым, сөйтіп май жақтымда пісіріп салған болатынмын. Олының формасы жалпақ екен. Біріншіден жалпақ болды, екіншіден мынау біздің қағазымызға салған кезде қағазымыздың айналасының бәрі ашылып кетті. Бұл ыңғайсыз, клиентке де ыңғайсыз, жеуге де ыңғайсыз, және кремді жағуға да ыңғайсыз. Сол себептен қыздар, менің таңдауым мынау. Егер мынандайға жасағыларыңыз келсе, мына қағаздың қоңыр түсі бар. Қоңыр, қара, темный түстері бар. Сондай түстермен жасасаңыз, мынау астындағы майы біріншіден көрінбейді, және қағазы сарғайғаны білінбейтін болады. Олай болса, сіздерге менен лайфхак пайдалы болады деген ойдамын. Олай болса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.